Шантаж және сарбаздар, қайырлыда. Біздің спортымыз қазақ күресі әлемге дамыту мақсатында Қорғаныс министрлігі спорт комитеті төрағасы полковник Абеев Фармасияұлы Иран мемлекетіне барып, Астана Тегеран қаласына қалған әскери спорт кеңесінің жиынтығы қазақ күресі бағдарламасына енгізуге ұсыныс жасады. Сіздер білесіздер, ол бейнематериал Қорғаныс министрлігі сайтында бар. Сіздердің оң жағыңызда экранда бұл ролик бар. Тарихта тұңғыш рет қазақ күресінің әскерлер арасында әлем чемпионаты биыл тамыз айында Астана қаласында өтеді.